Ендеше құлшылық ибадат, осы ораза, оразадағы намаз, оразадағы зекет сізге не береді? Ойыңызды жинауды үйретеді. Ойыңызбен күресу емес, оны түзетуді үйретеді. Екіншіден, рухани байытуды үйретеді. Одан жоғарғы нәрсе, күнәңіздің кешірімін беріп, рухыңызды тазалайды. Рухыңыз тазаланып, күнәңіз кешірілсе, жолыңыз болады. Қарапайым тілде айтқанда, жолың болсын десе, зікір айт. Құдайға жақында, сұрағаныңыз беріледі. Және тағы бір нәрсе, осы құлшылық ибадат арқылы сіз өміріңізді сапаландырасыз. Сондықтан намазды дұрыс оқуды үйреніңіз. Және оны маман адамға тапсырыңыз. Және сол намазда қайда көңіл бөлу керек, қай жерге қарап тұру керек деген нүктелерді сұрап алып, соны орындауға әрекет жасаңыз. Зікір орындағанда да айтып атқан сөзіңізге көңіл бөлу, оның дұрыстығына көңіл бөлу, оны санау, анау тәспідегі со тасты айналдыра отыру, бұның барлығы сіздің стрессіңізді басуы, және ойыңыздан алшақтап, ой жинап, күш-қуат жинап, өмірге жаңа күшпенен, жаңа рухпенен аттандыруға жәрдем беретін нүктелер. Қазіргі заманның шақырып атқан медитациясы, қазіргі заманның айтып атқан бүкіл барлық байлығы міне осы Рамазанның ішінде толып жатыр.